жүктіліктен сақтануға болады ма? Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Күйеуін жақсы көретін және көп туатын әйелге үйленіңдер. Мен қиямет күні басқа үмбеттерден сендердің көп болғандарыңмен мақтанамын деген. Имам Ахмад, Табарани. Алайда ислам діні өте жеңіл әрі қолайлы дін екенін ұмытпаған жөн. Алла тағала Құранда біз ешбір жанға шамасынан тыс міндет жүктемейміз деп бұйырады. Ағраф сүресі 42 аят. Әйелдердің үздіксіз жыл сайын жүкті болуы оған қиындық тудырады. Гинеколог дәрігерлердің айтуынша, босану мен келесі бала көтерудің арасы кемінде 1,5 жыл болған абзал. Осы уақыт аралығында ананың денсаулығы толығымен қалпына келеді. Екі жүктіліктің аралығы неғұрлым қысқа болса, бала жолдасының ажырауы, мерзімінен бұрын босану, сонымен қатар нәресте әртүрлі ауытқуларға шалдығу мүмкіндігі артады. Тағы бір ескертетін жайт, әйел адамның жасы ұлғайған сайын ұрық пен жүктілік патологиясы, яғни ауытқулар мүмкіндігі арта түседі. Сондықтан шариғатымызда уақытша жүктіліктен сақтануға рұқсат берілген. Пайғамбарымыз заманында сахабалар азіл етуді қолданған. Азіл деп аталық ұрықты бөлінетін уақытында қынапқа жібермеу түсініледі. Ханафи мазхабында әйелдің науқастығы және емізулі баланың денсаулығына зарар жетуі анықталғанда, әйелдің келісімі бойынша бұл іске рұқсат беріледі делінген. Қасиетті Меккеде 1989 жылы 24 және 28 қараша күндері өткен әлемдік Рабита ұйымының жанындағы Ислам Фих Академиясының 3-ші отырысында төмендегі қарар қабылданды. Бала тууды шектеу мүлдем дұрыс емес. Аштықтан қорқып, немесе басқада қисынсыз себептермен жүктілікті тоқтату дұрыс емес. Өйткені ризық беруші Алла тағала. Жер бетіндегі барлық жануардың ризығын Алла береді. Алайда, нақты зарары анықталып, әйелдің дұрыс босана алмай баланы іш шарып алуға мәжбүр болатын кезде, жүктіліктен сақтанатын әдістерді қолдануға тыйым салынбайды. Сонымен қатар, басқа шариғи және медициналық себептерге байланысты ананың өміріне қауіп төнетін болса, сенімді мұсылман дәрігерлердің шешімімен жүктілікті тоқтатуға рұқсат етіледі. Әйтсе де, әйелдің жатырына пайда болған ұрықты алып тастағаннан, оны белгілі мерзімге кешіктіріп тұратын тәсілдерді қолданған дұрысырақ. Мұнда шариғаттың екі зарардан жеңілерегін таңдау қағидасын ұстанған болады. Бірақ, ұрық байлау қабілетінен айыратын, немесе әсте адамды әлсіретіп, ақырында бедеулікке алып баратын тәсілдер мен контрацепция заттарын пайдалануға болмайды. Дайындаған Хасан Аманқұл, 7 қыркүйек 2021 жыл. Мұнара газеті.